Баршаңызға қайырлы күн. Каналымда сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді салат дайындайтын боламыз. Бұл салаттың жасалуы оңай, ал дәмі ерекше әдемі болып шығады. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Бізге керек заттар жүгері, сыр, тауық еті, қияр, майонез, осындай сухарики және де піскен жұмыртқа керек. Видеоға түспей қалыпты. Ең алдымен тауық етін осындай соломка етіп, жіңішкелеп турап аламыз. Ендігі кезекте сырды да дәл солай соломка етіп турап аламыз. Сырды турап болған соң, енді жұмыртқаны тураймыз. Ішіндегі сарысын бөлек алып қоямыз. Тек қана бірінші кезекте осы сыртындағы ағын ғана жіңішкелеп турап аламыз. Сонда әдемі болып шығады. Сонан соң барып, ішіндегі сарысын майдалап турап, оны да салатқа қосамыз. Ендігі кезекте қиярымызды дәл солай, оны да соломка етіп турап салатымызға қосамыз. Осымен біздің турайтын заттарымыз бітті. Енді тек жүгеріні қосамыз. Және кез келген өздеріңізге дәмі ұнайтын кириешки қоссаңыздар болады. Майонезімізді молырақ салып, салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Кішкене тұз салсаңыздар да болады. Міне біздің тауық еті қосылған салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, қонақтарыңызға да, жақындарыңызға да ұнайды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.